жоғарғы жақ сүйек максилла. Бет сүйектеріне жатады. Құрылысы күрделі жұп сүйек. Жоғарғы жақ сүйектің денесі корпус максилла және төрт өсіндісін ажыратады. Маңдай өсіндісі процесс фронталис, бет өсіндісі процесс зигоматикус, ұяшықты өсінділер процессус альвеолярис және таңдай өсіндісі процессус палатин. Енді жоғарғы жақ сүйектің денесіне келетін болса, корпус максилла төрт бетін ажыратады. Алдыңғы беті фацис антериор, бет өсіндісімен бөлініп тұрған артқы жағындағы фацис инфраорбиталис самай асты беті, мұрын қуысына қараған беті фацис назалис, және көз шарасына қараған жоғарғы беті фацис орбиталис. Алдыңғы бетіне келетін болса, фацис антериор, марго инфраорбиталис арқылы көз ұясыны бетінен бөлініп тұрады. Оның астында форамина инфраорбиталисті көреміз. Яғни көз шарасы асты өзегінің сыртқы тесігі. Одан төмен қарай итс шұңқыры фосса канина байқауға болады. Және төменге қарай алдыңғы беті процесс альвеоляриске жалғасады. Медиалды жағында инсизора назалис көреміз. Мұрын тілігін екі жақтағы инсизора назалис бірігіп қосылған кезде мұрын қуысына баратын, мұрын қуысына алмұрт тәрізді тесік апертура периформисті құрайды. Алдыңғы және төменге қарай иіліп инсизора назалис, спина назалис антериор, алдыңғы мұрын қырқасын құрайды. Артқы жағында процессус зигоматикустан бөлініп тұратын самай астылық беті фацис инфратемпоралис. Бұл беті самай асты шұңқыры мен қанат тәрізді таңдай шұңқыры фосса инфратемпоралис пен фосса птеригопалатинаға қарайды. Және бұл жерде сына тәрізді сүйектің қанат тәрізді өсіндісімен байланысады. Мына жерде жік арқылы тубер максилляны көреміз. Және бұл да төменге қарай азу түстерге жалғасатын процесс альвеоляриске жалғасады. Келесі, көз беті, көз шарасына қараған беті фацис орбиталис. Бұл көз шарасы орбитаның төменгі бетін құрауға қатысады. Пішіні үшбұрышты келген тегістеу. Және бұл алдыға, сыртқа және төменге қарай ойыс келген. Бұның үш қырын ажыратады. Алдыңғы қыр, артқы қыр және медиалды қыр. Медиалды қыры алдыңғы жағында көз жасы сүйегімен байланысатын жік арқылы байланысады, ал артқы жағында торыл сүйектің лабиринттерімен жік арқылы байланысып беттесіп тұрады. Алдыңғы қыры өте ірі келген, дөңес келген, бүйір жаққа қарай иіліп ол деген бет өсіндісіне процесс зигоматикуске жалғасады. Ал медиалды жағында ол маңдай өсіндісі процессус фронталиске ұласады. Осы алдыңғы қырдың маңдай өсіндісіне ауысатын жерінде сулкус лакрималисті көреміз. Сулкус лакрималис көз жасы сүйегімен қосылған кезде каналис назал лакрималис мұрын көз жасы өзегін құрайды. Артқы қыры дөңес келген. Артқы қыры сына тәрізді сүйектің көзге қараған беті арқылы параллель жатады беті. Осы параллель жатқан кезде міне екеуінің арасында фиссура орбиталис инфериор түзіледі. Төменгі көз саңылау түзіледі. Осы қырдың орталық жерінен сагитталды бақта некет өтіп міне көрініп тұр. Сулкус инфраорбиталисті көреміз. Сулкус инфраорбиталис ары қарай каналис инфраорбиталиске, форамин инфраорбиталиске ашылатын каналис инфраорбиталиске ұласады. Неге? Мына сүйекте анық көруге болады. Келесі мұрын беті, фацис назалис, өте күрделі. Бұл жерде жоғарғы жағында, жоғарғы қарай, мына жерде жоғарғы жақ сүйектің қойнауы синус максилляға баратын апертура синус максилляристі көреміз. Немесе бұл Гайморов қойнауы деп айтылады. Осы көзге қараған бетінде анық көрінетін манағы
бет өсінісі мен арасындағы sulcus lacrimalis анық көрінеді. Және артқы жағында не көрініп тұрған? Sulcus palatinus, үлкен таңдай жүлгесін көреміз. Ол үлкен таңдай жүлгесі canalis palatinus майырға ашылады. Егер мына препараттан қарайтын болса, міне зон түседі, canalis palatinus майырға ашылады. Міне, қазір оған тағы да қайтып көреміз. Келесі төрт өсіндісі. Процесс frontalis, процесс zygomaticus, processus alveolaris және processus palatinus. Маңдай өсінісінің екі беті болады, латерал сыртқы беті және медиалды беті. Медиалды бетінде екі қырқаны көруге болады. Жоғарғысы криста этмайдалис торсекке баратын, және төменгісі криста конхалис. Екі осындай қырқаны көреміз. Бет өсінісі әрі қарай бет сүйегімен жалғасады. Сутра зигоматико максиллярис арқылы онда жалғасады. Ұяшықты өсінділер міне көрініп тұр. Барлық тістер орналасатын бұл жерде альвеола денталистерге ұласады. Бұл жерде көтеріңкі шығыңқы жілден юго альвеоляристерді байқауға болады. Және осы альвеолялар араларында перде септум интеральвеолярис арқылы олар тіс ұяшықтары бөлініп тұрады. Келесі таңдай өсінісі, процесс палатинус. Екі жақтағы таңдай өсінісі қосылып, қараймыз, ортасында сутра палатина медиананы құрайды. Сутра ортасында құрайды. Бұл жоғарыға қарай сутра палатина медиананың екі таңдай сүйегі қосылған кезде криста назалисті көреміз. Міне, криста назалис. Криста назалис. Ауыз қуысына қараған бетінен талдайтын болсақ, ауыз қуысына қараған. Сутра палатина медиананың екі жағында екі төмпек немесе шығыңқы жейді. Торус палатинус төміне, торус палатинус. Және міне, алдыға басқан спина палатини қырқаларын көруге болады. Алдыңғы жағында фосса инцизивус күректіс ойығын көреміз. Бұл жерде форамина инцизива арқылы каналис инцизивуске ашылады. Ал екі жақ қарай міне аркус альвеолярис, ұяшықтық доғалар дейді. Және осы таңдайдың өсінісінің төменгі бетінен қарағанда, мана айтқан каналис палатинус майырдың ашылатын форамина палатина майырды көріп, оның артқы жағында ұсақ-ұсақ форамина палатина минорды көре аламыз. Таңдай өсінділері артқы жағында горизонтальды жік арқылы таңдай сүйегінің горизонтальды пластинкасымен байланысып, сүйекті таңдайды түзейді.